Баршаңызға сәлем. Бүгін менде алғаш рет YouTube'қа видео шыққалы тұр. Және мен бұл сабақты қалай істі кейінге қалдырмай бірден орындауға болады деген маңызды тақырыпқа бөлгім келді. Сіздер үшін де маңызды деп ойлаймын. Ендеше бастайық. Ең біріншіден, мен осы тақырыпқа ойланған кезде өзімнің әрекеттерімді анализ жасадым. Яғни мен кез келген нәрсені жасар алдында қалай әрекет жасаймын, қалай ойланамын деген сияқты. Сөйтсем, мен көбінесе істі жасайтын кезде көп ойланбайды екенмін. Мысалы, блог жүргізу керек па, бірден пост жазып бастап кетемін. Немесе жүгіру керек па, шығып жүгіріп кетемін деген сияқты. Көп ойланбаймын. Яғни, мысалы, мен қалай пост жүргіземін, қалай мен YouTube'та видео түсіруім керек деп ұзақ ойланып жүрмейді екенмін. Бұл нәрсенің негізі маңызы бар екен, өйткені адам ойланған кезде көп энергиясы сол ойлануға, уақыты энергиясы кетіп қалады да, сөйтіп істі жасағанда ол адамда энергия қалмай қалады екен. То есть сол істі жасауға адамның уже күш-қуаты азаяды. Сондықтан да кез келген істі бастар алдында ойланбау өте маңызды екен. Бірнеше жыл бұрын бір лайфхакты естігенмін. Таңертеңгілікте ерте тұрудың жолы дейді. Таңертеңгілікте ерте тұру туралы ойланбау. Бір абсурд болып көрінуі мүмкін. Таңертең оянған кезде мен тұрамын ба, тұрмаймын ба деп миға анализ жасауға мүмкіндік бермеу керек дейді. Яғни 1, 2, 3 деп санада тез тұрып кет дейді. Егер сен ойлансаң, ойланған кезде сен уже тұрмауға себеп іздеп кетеді екенсің. Яғни өзі мидың осындай бір функциясы бар болып тұр. Бізге себеп салдар іздеп беретін, ал біз сол себеп салдарды іздемей бірден жасап кеткен кезде одан көп энергия пайда болады. Өздеріңіз де байқайтын шығарсыздар, бір нәрсені жасап бастасаңыз, уже екінші нәрсеге желанияңыз ашылады. Сөйтіп уже продуктивность көбейіп арта береді. Бұл ең алғашқы лайфхак. 1, 2, 3 деп айтып, ешқандай себеп іздемей, салдар іздемей, миға бір анализ ұзақ жасауға мүмкіндік бермей, просто жасап кету. Екінші нәрсе, кез келген істі жасағанда қолданатын қандай деп қарадым, ол процесті қызықты ету екен. То есть мен мысалы всегда бір нәрсені жасайтын кезде процесті өзім үшін қызықты қылып алады екенмін. Қарапайым үйде үй жинау, үйдің тазалығын ұстау, или өзіме осы жылдары маған физикалық түрде күтім көрсету деп айтамыз ғой. Қарапайым бояну, гигиена деген сияқты нәрселер. Апатияға ұшырағандықтан сондай нәрселерді орындау қиынға түсті. Қарапайым болып көрінеді, бірақ апатияда жүрген адам, выгораниеде жүрген адам ол нәрсені жасағанда қиналады. Сондай қарапайым істерді қайта қалпына келтіру үшін мен өзімді видеоға түсіріп бастадым. Әрбір ісімді как бы отметка сияқты фотоға түсіріп бастадым да, мысалы эстетикалық фотолар жасап деген секілді. Тамақ жасасам, оны фотоға түсірем, боянып жатсам, оны видеоға түсіріп алам, шашыма локоны жасасам, оны да қысқа видеоға түсіріп алам деген сияқты қызықты процеске айналдырдым. Ол арқылы да адамның істі орындау мүмкіндігі артады екен. Одан кейін тағы бір мысал бола алады. Мен бұрында белгілі бір пәнді оқу үшін қазір мен 7-ші курс медицина университетінде оқимын. Яғни мен оқу туралы айта алатындай біраз тәжірибем бар деп айтуға болады. Оқуды кез келген пәнді бір оқитын кезде мен былай істейтінмін. Қасымдағы адамға сол пәнді бір оқып түсіндіріп беретінмін да. То есть маған всегда түсіндіру, оқыту деген процесс қызықты болғандықтан бір нәрсені жасау үшін мен сол өзіме қызықты процесті қолданатынмын. Химияны оқысам, мысалы, химияда не оқығанымды қасымдағы адамға түсіндіріп, ол адамды үйретіп жіберген маған қатты ұнайтын. Сол арқылы өзім де сол пәнді оқып шығатынмын. Бұл да бір күшті лайфхак деп ойлаймын. Үшіншіден, уақыт қою. Бір істі жасаған кезде уақыт қою өте маңызды. Мысалы, мен кейде болған, ыдыс жууға даже ерінетін кездер, ерінесің ба, әлде кейінге қалдырғың келіп тұрады. Сондай моменте уақытты алып, бір рет таймер қойып көрдім. Сөйтсем, мен ыдыс жууыма какой-то бір 5-10 минут қана уақыт кетеді екен. Сосын ойлап қоямын, мәссаған 5-ақ минутта мен, оказывается, тап-таза қылып жасай алады екен ғой. Неге онда жасамасқа, Потому что маған тазалық ұнайды ғой. Конечно, барлық адамға тазалық ұнайды, бірақ онымен айналысу желкесінің қара жібермеуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан осындай бір процесті байқадым. Одан кейін, мысалы, мен бұрыннан кітап оқитынмын, бірақ кейін келе кітап оқу деген навыктарым түсіп кеттім. Сөйтіп мен 30 немесе 25 минутқа таймер қойып оқып бастадым. Тоже өзімді, біздің оқымаудың себептері неде? Бір істі жасап фокус қоя алмау, отвлекающий факторлар көп қой бізде, телефон, жаңа түрлі сообщение келеді деген сияқты. Сөйтіп телефонымды без звукқа қойып қоямын да, то есть интернетті өшіріп,
полный. И iPad'тан жаңағыдай таймер қойып қоямын. Немесе телефоннан қойып қоямын да, сөйтіп полностью кітап оқып кетемін. Сөйтіп қарасам, кейде кітапқа қатты қызық кететіні соншалық 25-30 минут жетпей қалады. То есть мен таймер бітіп қалса да ары қарай жалғастырып оқи беруім мүмкін да. Бұл фокусты дамытуға күшті көмектеседі и адамның кәдімгідей бір өзіне шабыт сыйлайды. Өйткені уақыттың бітіп біткені и сен одан асып жатқаның кәдімгідей адамға бір миына галочка болады да. Төртінші нәрсе ұзақ мерзімді мақсаттың болуы, иә. Ол мақсат әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, мен бір 12 айда 24 кітап оқығым келеді деген ұзақ мерзімді мақсатым бар деген сияқты. Немесе осы жылы өзімнің бір дене қалпымды қалпыма келтіріп, спорт герл дейді ғой, спорт герл болғым келеді деген мақсатым бар еді. Менің Б точкам қандай? Мысалы, менің Б точкам маған ұнайтын Бекзада болашақтағы ол спортпен айналысатын, білімі көп, блогерлік қасиеті бар, өзінің артынан ерген адамдары, оқырмандары бар, сондай бір күшті тұлға да. И мен сол картинаға қарай күн сайын аз-аздан әрекет жасаймын. То есть күн сайын пост салам, күн сайын рилс салам или тағы басқа деген сияқты. Мысалы, видео жазам деген сияқты, да, дәл қазір жазып жатырмын дегендей. Осындай бір ұсақ-ұсақ әрекеттерді жасауға маған ұзақ мерзімді мақсат шабыт береді. То есть мен өзімді, мысалы, күніне 10 минут жаттығу жасаймын, 30 минут жаяу жүремін деген сияқты. Оны жасаған кезде мен всегда болашақты ойлап тұрам. То есть менің Б точкам қандай? Ол Б точкаға жету үшін мен қазір жасау керекпін ғой. Өйткені мен болашақта просто так спортпен айналысатын супер-пупер Бекзада болып кете алмаймын. Мен қазір әр күні аз-аздан жасау арқылы ғана болашақта сондай адамға айналатынымды толықтай түсініп тұрамын. Сондықтан бұл да бір маған өте қатты көмектесетін методтың бірі. Бесінші нәрсе, соңғысы, бізде бір мотивациялық бағытта болсын деп айтқым келеді. Бір жағынан ол тоже менің ұстанымыма жатады. Мен всегда бір нәрсені жасамай жатқан кезде ойланам. Ойланам дегенде, всегда менде осы осознание бар, скорее всего, әрбір уақыттың, әрбір күштің сұрауы бар деген. Алла тағала бізге жастық шақта беріп жатқан денсаулығы, Алланың бізге берген уақытты, күш қуатының өзінен біз сұралады екенбіз. То есть оны барлығы біледі деп ойлаймын. Жастығыңды қалай өткіздің, иә? Мысалы, сондай сұраққа мен ойланып қалам. И сол кезде бұл жастық шағымда, мысалы, бос өткізгім келмейді. Білімге, денсаулыққа, дұрыс ақша табуға, өзімді былайша айтқанда дамытуға, күнделікті көп әрекет жасауға тырысатыным бар. Осы осознание келген кезде. Осындай менің 5 түрлі өзімде қолданатын лайфхактарым бар екен, ойланып отырсам, чисто андай бір жерден алып емес, өзім нені қолдандым, нені қолданып келем, сонымен сіздермен жай ғана бөліскім келді. Егер сіздерге ұнаса, немесе сіздерде де осындай бір қабілеттер, әдеттер бар болса, онда комментарийде бөлісіп қойыңыздар, және де менің алғашқы видеома қолдау көрсетіп кетсеңіздер, көп рахмет айтамын. Сау болыңыздар.